Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге өзім жасап жүрген карамельдің рецебін ұсынғым келіп отыр. Бұл карамельді торттың арасына жағуға немесе кремге қосуға болады. Сонымен қатар шай ішкен кезде печеньеге жағып жесеңіз де болады. Түбі қалың ожау немесе кастрөлді отқа қойып, қант салып, үстіне су құямыз. Қант әбден еріп, қоңыр түске айналғанша орташа отта ұстаймыз. Кілекейді алдын ала отқа қойып, жылытып аламыз. Ескерту: қант қоңыр түске айналып келе жатқанда көз алмай қарап тұрамыз. Өйткені қант күйіп кетуі мүмкін. Міне, қант еріп қоңыр түске айналды. Осы сәтте отты минимумға басып, жылы кілекейді аз-аздап құйып, венчикпен араластырамыз. Тек абай болыңыз, масса ыстық болады және атқылай бастайды. Қолыңыз күйіп қалмауы үшін кілегейді бірнеше кезеңмен ақырындап құямыз. Ең соңында сары майды салып, ерігенше жақсылап араластырамыз. Егер карамель сұйық болсын десеңіз, сары май ерігеннен кейін оттан алыңыз. Ал егер қою болғанын қаласаңыз, тағы 5 минуттай отта ұстаңыз. Тек араластырып отыруды ұмытпаңыз. Міне, карамель дайын. Карамельді шыны ыдысқа құйып, бетін пленкамен жанастырып жабамыз. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Тамашалағандарыңызға рахмет.